首节目初亮相，便成为微博上现象级讨论的热门话题。亚洲新歌榜2017年度盛典，最佳海外艺人迪玛希。有请亚洲新歌榜2017年度盛典最佳海外艺人荣誉获得者迪玛希。有请著名演员歌手陈志朋为我们颁发荣誉。Ассалаумағалейкум, құрметті университет қауым, тәжіқау, ошы Димаси. Hi my dears. Miss you so much too. Thank you so much. Баршаңызға шын жүректен үлкен алғыс білдіргім келеді. Осынау Азияның жаңа әндері атты үлкен тамаша фестивальде жеңімпаз атану мен үшін бір арманыма үлкен қадам басқаным болып табылады. Музыкада тіл жоқ. Соны сіздер дәлелдедіңіздер. 迪玛希说，拿到这个亚洲新歌榜的奖项是对他来说是个非常大的成功。然后他能拿到这个奖项也是通过就是各位粉丝，然后以及广大的观众在你们的支持下，取得了今天的成就。 бұйырса менің ең алғашқы жеке концерттерім өтпек. Осы Джунго елінде, алдағы уақытта басқа елдерде күтемін сіздерді дегенсіз. Рахмет. 他说马上他的个人演唱会也要即将开始，他希望中国的观众们能到现场支持他。新浪，谢谢。谢谢新浪微博。哎，有请两位合影留念。我想在合影之前啊，跟大家报告一下，在8月7号的时候，本人也放了一张先是单曲叫做《Yoho》，所以希望明年也能够拿到咱们亚洲这样的一个新歌榜。对，好，来，谢谢，我们也要支持陈志朋的全新的这个作品啊。谢谢，谢谢两位。谢谢两位，谢谢。希望可以通。